Өздеріңіз білетіндей, дебеттік карта бұл сіздің ақшаңыз, ал несие картасы бұл сізге белгілі бір мерзімге берілетін ақша. Бірақ көбі бұл екі картаны ажырата алмайды. Сондықтан бүгінгі видео сізге пайдалы болады деп уәде беремін. Бұл Жусан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Дебеттік банк картасы жеке шоттың рөлін атқарады. Онда карта иесінің ақшасы сақталады. Мысалы, ол картаға жалақы аударылуы мүмкін. Сондай-ақ сіз дебеттік картаның шотына ақша аударып, қолма-қол ақша ала аласыз. Несие картасымен де сауда-саттық жасап төлеуге болады және банкоматтарда немесе банктың өзінде қолма-қол ақша шешуге болады. Дегенмен, кредиттік карта оның иесіне қаржылық еркіндікті көбірек береді. Ол өз ақшаңыз болмаса саяхаттауға, қалаған заттар мен сыйлықтар алуға мүмкіндік береді. Бұл қалай десеңіз, оның барлығы банк сізге берген ақша есебінен жасалады. Бұл дебеттік картаның несие картасынан бірінші және басты ерекшелігі. Дебеттік картада оның иесінің ақшасы ғана болуы мүмкін. Ал несие картасында өз ақшаңыздан басқа банк белгілі бір мерзімге қарызға берген сома болады. Ол сома несие лимитімен шектеледі. Қарыздың бір бөлігі немесе бүкіл сомасын өтеген жағдайда қайтадан пайдалануға болатын несиелік лимит қалпына келтіріледі. Айта кетейік, дебеттік картаны тіпті баланың атына да рәсімдеуге болады. Ал несие картасымен жағдай қиынырақ. Байқағаным, Қазақстанда көбі несие карталарын пайдалануға қорқады, себебі ол несие алу сияқты. Бірақ мен қазір мұны не үшін жасау керегін айтамын. Дегенмен, сізде несиелер көп болса, онда несие карталарын мүлдем пайдаланбаған жөн. Қаржы әлемінде екі ірі ойыншы бар. Олардың дебет және несие туралы көзқарастары мүлдем өзгеше. Мысалы, Дэйв Реймси деген кісі бар. Ол self-made мультимиллионер. Ол несие карталарына қарсы. Ал Грэм Стефан керісінше несие карталарын қолдайды. Және дебеттік карталарға қарсы. Әрине, несие карталарының артықшылықтары көп, немесе тек дебеттік карталарды қолданыңыз деп айтуға болмайды. Осы ретте карталардың басты артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылайық. Алдымен дебеттік карталарға тоқталайық. Олардың басты артықшылығы, олармен несие бойынша қарызға кіру қиын. Яғни, сіз қарыз алмайсыз. Бұл сіздің өзіңіздің жеке ақшаңыз. Дебеттік карталар шығындарды оңтайландыруға және жоспарланбаған сатып алулар жасамайтын адамдарға қолайлы. Сондай-ақ дебеттік карталарды пайдалану оңай. Ондағы бүкіл процесс несие карталарына қарағанда түсінікті. Сондықтан бұл карталарды барлығы пайдаланады. Ал енді кемшіліктер туралы. Елдер мен компаниялар сияқты сізде де несиелік рейтинг болады. Дебеттік карталарды пайдаланудың кемшілігі онда бұл рейтингтің болмауы. Қазір сізге бұл рейтинг қажет емес деп ойлануыңыз мүмкін, дегенмен де сақтанған дұрыс. Қалай болғанда да сізге рейтинг қажет болады. Бұл несие бойынша қарызды қалай төленгеніңіздің нәтижесін көрсетеді. Бірақ егер сіз оны уақытында жасап жүрген болсаңыз ғана. Енді несие карталарына көшейік. Артықшылықтары бұл әрине мүмкіндіктердің көп болуы. Жақсы рейтинг. Егер сіз бәрін уақытында төлесеңіз, онда қолайлы жағдайларда кэшбэк, бонустар және тағы басқаларын аласыз. Сонымен қатар, несие карталарының бірнеше ерекшелігі бар. Мысалы, жаңартылған лимит. Банк несие картасы бойынша сізге ай сайын белгілі бір соманы береді. Бұл жағдайда ақша қажет болған сайын, қолма-қол ақшамен жаңа несие ресімдеуден гөрі несие картасындағы ақшаны пайдалану тиімдірек. Қарызды төлеу ыңғайлығы. Қолма-қол несиеде нақты төлем кестесі бар. Онда төлемдер күні мен сомасы жазылады. Несие картасында бекітілген төлем кестесі жоқ. Онда ең төмен мөлшердегі төлемді уақытында жасау жеткілікті. Егер сіз ең төменгі төлеммен көп төлем жасасаңыз, мерзімінен бұрын өтеу автоматты түрде жүзеге асырылады. Пайыздарды төлемеу мүмкіндігі. Несие картасының пайызсыз мерзімі болады. Егер осы мерзімде жұмсалған ақшаны картаға қайтарсаңыз, ешқандай пайыз есептелмейді. Қорытындылайтын болсақ, егер қаржыңызды бақылау қиын болса, онда мұндай жолмен қарызға кірмеуге тырысыңыз. Дегенмен де, егер қаржы жағдайыңыз көңіліңізден шықпаса, сіздерге дебеттік карталарды қолдануға кеңес беремін. Бүгінге осы достар, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Арнамызда және әлеуметтік желідегі парақшаларымызда көптеген маңызды дүниелерді талқылаймыз. Апта сайын нарыққа шолу жасап, түрлі инвест идеялар ұсынамыз. Көріскенше.